Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біздің өздеріңмен ұлы Абайдың даналығы деген тақырыбымызды бастаймыз. Құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттер, адалдық, құрметтеу, жауапкершілік. Олай болса, балалар, мен сендерге Абай атамыз туралы мағлұмат беріп өтейін. Абай Ибрахим Құнанбаев 1845 жылы туылып, 1904 жылы дүниеден өтті. Абай ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы. Азан шақырып қойған аты Ибрахим. Абай 10 тамыз 1845 жылы қазіргі Семей облысына Шығыс тауында дүниеге келген. Балалар, олай болса, біз дәйек сөзге тоқталып өтейік. Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Абай Құнанбаев. Олай болса, біз сұрақтарына жауап берейік. Жақсы адам деген қандай адам болады? Сүйіспеншілік дегенді қалай түсінеміз? Дәйек сөзден не түсіндік? Балалар, біз енді шығармашылық жұмысқа тоқталайық. Шығармашылық жұмыста екінші тапсырманы орындаймыз. Суретші Әбілхан Қастеевтің жас Абай туындысы берілген. Бұл жерде өнер туындысына қарап, оның бет бейнесінен, көз қарасынан нені аңғарғанын әңгімелеп береміз. Бірге оқимыз. Айдарына тоқталсақ, біз әңгімелеуге Жанқұтты шешеннің батасы ел аузынан. Бірде Жанқұтты шешен Құнанбайдың үйіне отырғанда Абай келіп сәлем береді. Ол кез Абайдың жас шағы екен. Оның тақпырлығын, өлең шығаратынын естіп жүрген шешен баланы қасына алып отырғызады. Біраздан кейін Абай: «Ата, сізден бір сұрақ сұрауыма болады ма?» дейді. «Шырағым, сұрай ғой» депті. Жанқұтты шешен: «Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не, соны білейін деп едім» депті Абай. «Шырағым Абайжан, арзан өтірік, қымбат шындық, ал дауасыз деген ол кәрілік емес пе? Жанарыңның оты бар екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол» деп Жанқұтты батасын беріпті. Олай болса, балалар, біз мәтіннің сұрақтарына жауап берейік. Абай Жанқұтты шешеннен нені білгісі келеді? Сендер шешенге қандай сауал қояр едіңдер? Өздеріңе үлкендердің бата берген кезі болды ма? Естеріңе түсіріп, әңгімелеп беріңдер. Балалар оқылық. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сиса көйлек үстіңе тоқуменен табылған, зеңгір көктен нұрын төккен ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдар өскен біз өмірдің гүліміз. Бал достыққа, жолдастыққа шақырады әніміз, тыныштықта, нұр құшақта бақыттымыз бәріміз. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған, өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Балалар, олай болса, үй тапсырмасына Адамзаттың Абайы Мұзафар Әлімбаевтың мәтінін үйге оқып келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болайық.